Достар, 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне тура бір күн қалды. Бүгін міне Атырау қалалық жастар ресурстық орталығы қаламыздағы қарттар және мүгедектер үйіне келіп, концерттік бағдарлама ұйымдастырып, сыйлықтар табыс етуде. Қазір көріп отырғандарыңыздай ән мен күй төгіліп, би шашылуда. Қарияларымыздың бізді қарсы алуынан ақ олардың мейрамға шөлдегенін байқадық. Туған туыстарының да бұл үйдің есігін сирек қағатынын да білдік. Немерелеріндей бауырына қысқан кәрілер ресурстық орталық қызметкерлерін және Қатира Дүтбаева атындағы колледж оқушыларын сахнадан жібергісі келмеді. Біздің қарттар үйіне келу себебіміз біздің колледжімізде еріктілер үйімі құрылған болатын. Сол еріктілер үйімі бос уақытымызда осындай қарттар үйінде және де басқа да концерттерге, детсаттарға концерт беру себебінде болғанбыз. Енді аналар мейрамы құтты болсын, бәріңізге де рахмет. Жас ТВ сіздерге де мейрам құтты болсын. Концерттік бағдарламаның құрамы балғын нөмірлерден құралды. Жас әншілердің дауыс дірілінен көзіне жас алғандар да болды. Бұл жерде отырғандардың тағдыры түрлі. Кейбірін туған балалары жетектеп әкелсе, кейкәрі қызметтің қиын уақытында мүгедектікке шалдығып, жақындарынан жылу ала алмай интернат үйін іздеп жеткен. Сондықтан өнерлі атыраулықтар ортаға ең үздік шығармаларын шығарды. Әжелер мен аталардың көңілдері көрілгеннен күй шалқыды. Жастардың үні, халықтың үні осыны жеткізіп жатыр. Әсіресе Махамбеттің жаңағы жұмыр қылышын тартқан бала бабында жақсы орындап берді. Что есть люди, которые, уже не могут участвовать в вашей жизни, но они заложили ту основу, на которой вы сейчас. Так что в ваших руках наша жизнь, наше счастье, наше благополучие. Как вы будете строить, продолжать то, что начали перед вами, так будет и состоять весь мир. Халқымыздың бейбітшілігі берік болып, халықтың бірлігі мықты болсын. Аспанымыз ашық, жұлдызымыз қашық болсын. Досымыз жақын, дұшпанымыз қашық болсын. Бүгін ресурстық орталық осы ортаға алғаш келді. Келесі кездесулерде сый-сияпатты қарша бұратады деген сенімдеміз. Шара соңында концерттік бағдарлама тамашалағандар тәттімен шай ішіп, табысталған гүл көшеттерін ыстық ықыласпен қабылдады. Келесі кездескенше.